Құрметсіздер мен құрметті оқушылар, менің тәуелсіз Қазақстаным бөлімі бойынша бүгінгі өтетін тақырыбымыз тәуелсіздік нышандары. Бүгінгі сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау. Тақырып бойынша меңгерген жаңа сөздерді олардың синонимдерімен, антоним, амонимдермен қатар қолдану, ойын жеткізе білу. Қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу. Бағалау критерийлері: тірек сөздер, жетекші сұрақтар арқылы негізгі тақырыпты анықтай алады. Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсінеді және нақты ақпаратты анықтай алады. Ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарын дұрыс қолдана отырып, хабарлама, хабарландыру, хат жаза алады. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен танысамыз. Тәуелсіздік нышаны, бейнеленген, қанатты тұлпарлар, қыран, уық, жол сілтеу, келешек, құрмет, ұлықтау рәсімі. Жаңа сөздерді жаттап, есімізге сақтаймыз балалар. Келесі тапсырма: ой қозғау әдісі. Сұрақтарға жауап беріңіздер. Суреттерде нелер бейнеленген? Бұл символдар туралы не білесіздер? Балалар, бұл суретте еліміздің туы мен елтаңбамыз бейнеленген. Елтаңба мен тудың ережесін есте сақтап алыңыздар. Елтаңба мемлекеттің басты рәміздерінің бірі. Елтаңба термині немістің мұра деген сөзінен шыққан. Мемлекеттің мәдени және тарихи дәстүрін бейнелейтін символдық мәні бар үйлесімді пішіндер мен заттардың мирастық ерекшелік белгісін білдіреді. Ту мемлекеттің егемендік пен біртұтастықты білдіретін басты рәміздерінің бірі. Флаг термині флаг деген нидерланд сөзінен шыққан және белгіленген көлем мен түстегі, әдетте елтаңба немесе эмблема түрінде бейнеленген, діңгекке немесе бауға бекітілген мата ұғымын білдіреді. Келесі оқу тапсырмасы. Үшінші тапсырма 27-ші бет. Мәтінді түсініп оқып шығыңыздар. Ал енді балалар, оқыған мәтінді естеріңізге түсіріп, 4-ші тапсырмадағы сұрақтарға жауап беріңіздер. Бірінші сұрақ: Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне не жатады? Екінші сұрақ: Қазақстан Республикасының туында не бейнеленген? Үшінші сұрақ: тудың түсі қандай? Төртінші сұрақ: тудағы күн сәулесі нені білдіреді? Бесінші сұрақ: елтаңбадағы қанатты тұлпарлар қандай мағына береді? Алтыншы сұрақ: шаңырақ пен уық нені білдіреді? Жетінші соңғы сұрақ: әнұранды қалай айту керек? Ал енді балалар, үйге 5-ші тапсырма 27-ші бет, үлгіге қара. Бір сөйлемге бірнеше нұсқада сұрақ қойып жаз. Назарларыңызға рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.